Қайырлы күн, құрметті пайдаланушы. Менің есімім Гүлдана, және осы қысқа бейнероликте мен сізге қалай біздің бағдарламаны пайдалану керектігін көрсетемін. Осы бейнероликті қарап шыққаннан кейін, сіз өзіңіздің мәселеңізді қалай шешуге болатынын түсінесіз. Сондай-ақ бағдарламаның мүмкіндіктерімен жақынырақ танысасыз. Бұл видеода біз тауарды кіріске алуды қалай рәсімдеуді қарастырамыз. Меню арқылы торговля блогындағы приход товары бөліміне өтеміз. Экранда ағымдағы күн бойынша сізге қойылған барлық кірістер тізімі көрсетіледі. Жаңа кіріс қосу үшін новый приход батырмасын басамыз. Деректерді енгізуге арналған форма ашылады. Күні мен уақыты автоматты түрде қойылады, бірақ қажет болса өзгертуге болады. Әдепкі бойынша құжатта без поставщика жеткізушісі таңдалған. Осы жазуды басу арқылы қажетті жеткізушіні таңдаймыз. Немесе осы терезеде добавить поставщика батырмасы арқылы жаңасын қоса аламыз. Қажет болған жағдайда примечание жолын толтырамыз. Сауда нүктесін таңдаймыз. Добавить товар батырмасын басып, товарларды қосуға өтеміз. Таңдау терезесі ашылады. Товарды үш тәсілмен табуға болады. База бойынша іздеу арқылы, алдымен топты таңдап, кейін товар атауы бойынша немесе басқа белгісі бойынша іздеу, және штрих-кодты сканерлеу арқылы. Товарды таңдау үшін қажетті жолды басу жеткілікті. Төменгі бөлікте келесі жолдарды толтырамыз. Товардың саны, сатып алу бағасы, бөлшек сауда бағасына үстеме, және қажет жағдайда көтерме үстеме. Жүйе автоматты түрде сату және көтерме бағаларын есептейді. Мәліметтерді тексеріп, добавить батырмасын басамыз. Товар кіріс тізімінде пайда болды. Мысал ретінде тағы бірнеше товарды қосайық. Кіріс терезесінде тауар санын өзгертуге, немесе оң жақтағы карандаш белгісі арқылы санын, сатып алу бағасын және бөлшек сауда бағасына үстемені түзетуге болады. Товарды жою үшін себет батырмасын басып, әрекетті растау қажет. Қосымша товар в пути опциясы бар. Бұл қоймаға әлі келмеген тауарлар үшін қолданылады. Бұл жағдайда кіріс сақталғаннан кейін тауар саны өзгермейді. Соңғы кезең кірісті төлеу. Төлем тәсілін таңдаймыз. Төленді жолына сатып алу сомасын енгіземіз. Сақтау батырмасын басамыз. Кіріс тізімде пайда болды. Құрылған кіріс жазбасында жасыл түспен «иә» жазуы көрсетілген. Бұл жолдағы тауар белгісіне байланысты. Оң жақтағы үш нүктені басу арқылы кірісті өзгертуге болады. Изменить таңдап, мысалы жолдағы тауар белгісін алып тастаймыз, сақтаймыз. Көшіру батырмасы арқылы кіріс құжатының көшірмесін жасауға болады. Мысалы, қате сауда нүктесі таңдалса, немесе басқа сауда нүктесіне дәл осындай кіріс қажет болса, копировать басып, сауда нүктесін өзгертеміз және сақтаймыз. Басқа сауда нүктесіне өтіп, құжаттың сақталғанын тексереміз. Кіріс жазбасына басқанда экранның төменгі бөлігінде қосылған тауарлар туралы ақпараттар көрсетіледі. Жою батырмасын басып, растау арқылы кірісті өшіруге болады. Печать батырмасы арқылы кіріс құжатын басып шығаруға болады. Принтерді таңдап, баспаға жібереміз. Осылайша біз тауарды кіріске алу бөлімін толық қарастырдық, және келесі бөлім сатылымдарға көшуге дайынбыз. Бұл бейнеролик сіздің сұрақтарыңызға жауап берді деп үміттенеміз. Біздің арнамыздағы басқа да оқыту видеоларын көріңіз, немесе кез келген уақытта 8702-778-9911 нөмірі арқылы хабарласыңыз. Бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Сізге сәтті сауда тілейміз.